Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге тауық етінен жасалынатын наггетсінің рецептін ұсынатын боламын. Ең ерекше және қытырлақ болып шығады. Бізге қажет заттар: тұз, бір жұмыртқа, осындай панко деген супермаркетте сатылады, осындай ұнтақ. Одан кейін осындай дәмдеуіштер, бұл жерде менде паприка және кориандр болды, және тауықтың төс еті қажет болады. Осы тауықтың төс етін видеода көрсетілгендей қылып ұзынша етіп кесетін боламыз. Ұзынша етіп кесеміз, қатты жіңішке немесе қалың қылып жібермей орташа қылып кесеміз, піскен кезде арасы толық пісуі үшін. Енді оны біз қазір бөлек бір ыдысқа саламыз. Дәміне қарай тұз, одан кейін дәмдеуіштерді қосамыз. Енді бір жұмыртқаны осылай шанышқымен араластырып, тауықтың төс етінің үстіне қарай салатын боламыз. Енді осының барлығын жақсылап тұрып қолмен араластырамыз. Қолдарыңызға немесе перчатка киіп араластырсаңыздар да болады, бірақ кәдімгідей қолмен араластырған өте ыңғайлы болады. Осы қажет заттардың барлығын мен осы видеоның астындағы описанияға жазып кететін боламын, қанша қажет заттар керектігін. Енді осыны араластырған соң, оны бағанағы панко деген ұнтағымызға қарай аунатып аламыз толығымен. Енді бұны қазір алып, бөлек ыдысымызға саламыз. Енді осылайша барлық тауықтың төс еттерін аунатып аламыз. Немесе сіздер осы жолмен чикен дайындасаңыздар да болады. Дәл осы жолмен дайындайсыздар, тек қана оған осындай тауықтың аяқтары және қанаттарын қосасыздар. Мен тек қана тауықтың төс етімен наггетсы жасаған болатынмын. Осылайша қазір мен барлық тауықтың төс еттерін осылай жасап біттім. Енді қазір біз бұны қызып тұрған майда қуырамыз. Табамызды қызытып, оған май құйып, қызып тұрған майға бағанағы жасаған заттарымыздың барлығын саламыз. Барлығын салып тұрып қуырамыз, келесі бетіне аударамыз қызарған соң. Толығымен жақсылап тұрып қызарып піскен кезде оны бөлек алып тарелкеге салатын боламыз. Осылайша барлығын пісіріп аламыз. Сіздер бұны қазір маринадтап шыққан кезде өздеріңіз қалаған кез келген дәмдеуіш қоссаңыздар болады. Қызыл бұрыш қылып немесе кішкене ащылау қылып та жасасаңыздар болады. Осылайша барлығын пісіріп аламыз. Толығымен пісіріңіздер, өйткені бұның арасы өте жақсы болып піседі, осындай болып шығады. Бұған арнайы жанына осындай қызанақ және қиярды қойып, одан кейін қызыл арнайы өзінің соусымен батырып жесеңіздер тіпті керемет болып шығады. Сіздермен болған жібек. Егер де видеоның соңына дейін қарасаңыздар, сіздерге видео ұнаса, осы видеоға лайк басып, астына комментарий қалдырып кетіңіздер, өйткені бұдан да өте көп рецепттермен бөлісетін боламын.